болсаңда да. Олар сенің жеңгенменен таныңды. Тамағың нешік, жең алмапты жаныңды. Ха-ха-ха! Ал мына бір сатқынды, Құдай саған қайдан ғана тап қылды. Ха-ха-ха! Ал мына бір сатқынды, қайғылы әрі күлкілі. Қайран аңқаудар ақылға, аңғармақсың қанатыңа, жасырынған түлкіні. Өрлігіңе осы сыйлыға, саған қидым бұл сатқын билігін. О ханым, әділдік бере мұныңыз. Өле-өлгенше көп өтейін қолыңыз. Отырарды мен қол ұшын бермесем, оңай жауап алар ма едіңіз? Оған дау жоқ. Сен асқан бар ма бірақ түрелі? Қастерлінің бәрін жыққан табанға. Азған сен бе, әлде мына заман ба? Тым құрыса қасиетті бір сезім, қалу керек емес бәрбір адамда. Рас, менің нөкерлерім безбүйрек, зұлымдықты ерлік деп те санайды. Олар тіпті өкшес мен езгілеп, кете алады жазығы жоқ сәбиді. Дәмелендің, көтерердің төріне, жетті көзің бұл өмірдің құрелес. Опасыздық жасадың ба еріне, ертең саған мені сатудық емес. Сатқындыққа сатқындықпен тіл қату ұқсамай ма табиғаттың заңына. Қаны қылыш сатыңда, қайсар батыр қайырғанның қолына. Тоқта, Шыңғыс. Бұл баланың әкесі бар артекті. Адам еді, елге сыйлы, қиялы. Адам еді, адал, ұшқыр қиялы. Әкесі үшін перзентіне сенімем. Сатқын болып шықты мына тұяғы. Оны ойласам, от жүрегім қан болар. Мақұл көрсем, әкесін бұл сатқынның. Осы арада алдырған жөн болар. Келіңдер. Сыйлы басым қуарды, жария етіп жалғанымды, менің қырам болғанымды заман бүгін өтірікке шығарды. Әділі сол, көнде мейлің, көн мейлің, әр адымы қиындаған, адал өлім бұйырмаған. Менен сорлы жан бар десең сенбеймін. Ең негізі кінә әрине өзімде, бұл баланың жаңа туған кезінде. Перзентіңді тұсаған жан ұратын, Афрасияптың ар жағында тұратын. Нағашысы бауырынан басқанды, қателігім осы арадан басталды. Күндік келген өлкесінің сорына, ер жеткен соң қайта келді қолыма. Бабалардан бізге жеткен, құлақтың іздеп өскен, өсиет бар мынандай. Әр нәресе қашан есі кіргенше, жер қадірін, ер қадірін білгенше, алғашқы әмсе қылығына өзі алып күлгенше. Көтергенше балам ойдың желкенін, қинаса да қиқар соқпақ қиыш жол. Өзін туған қасиетті өлкенін, ауасымен демалуға тиісті ол. Мынау саптың перзентімен қосақтап, өлтіруге тиістісің менің де. Азғындықтың соңы бізбен құрсын, сабақ болсын, ертең атар күн үшін. Ал қимылда қалды уақыттың қысқа, қағу үшін сенің қайсар басыңды асығып тұр мынау залым Шыңғыста. Иә, қоштасар келді күн. Азбан Шыңғыс ел тарихын қорғадау, ойлап тұрсан, енді бәрі арманау. Отырардың жан қиярлық ерлігін жыр ететін, әттен ақын қалмады. Өкінгенмен болмайды, ешкімге де берілмейді бастауға, бұйрық еттім түгел қырып тастауға. Отырарда еркек кіндік қалмайды. Қателестің қалады жұма бұрын. Шеткілерші қақпадан жүздің жан қақтаған. Мен құтқарып жібердім бір баланы. Бәрекелді, бұл еңбегі жарады. Бірақ одан ұрпақ тарап, одан ақын туғанша, ал сол ақын ата жолын қуғанша, кеудесіне сыйдырғанша даланы, айырғанша ақтан бөліп қараны,
талай өзен тасып өтер. Бәлкім талай ғасыр өтер. Алып кетіңдер! Мына затқызды көрсетпеңдер көзіме! Оян, қайыр бабатайым, қасиеттім, қымбаттым, саналы пат тасырдан соң, тасырда ол басылған соң, 7 жарым ғасырдан соң, өзіңді іздеп тіл қаттым. Аман қапты батыр арман, отқа оранған отырардан, қашып шыққан сол баяғы баладан, бұл күндер санат ұрпақ тараған. Дәуірінің қанатында самғаған, сол ұрпақтан шыққан ақын мен болам. Кешіктің деп кінәлама, айбарлым, сен ояту үшін қанша ойландың. Еңіреген ерең аузы дуалы, бізге жетті жүрегіңнің шуағы. Күллі Азия көз тігетін таңдана, құм астынан көрінбейді паңқала. Сол ұрпаққа арнаған бұл жырымды, оң қабақпен қабылдай бір жан баба. Келесі сөз кезегін қазақ тілі мен әдебиет пәні бірлестігінің жетекшісі Дана Қалқағазы сізге береміз. Оқушылар, сахнаға келіп тұрыңыздар барлықтарыңыз. Театр мүшелері, мұрагер, драма театр оқушылары, сахнаға шығуларыңызды сұраймын. Құрметті көрермен қауым, құрметті оқушылар, бүгін драма театрының кезекті сахналық көрінісін тамашалап отырмыз. Өздеріңіз көріп отырғандай, бүгінгі құрам өзгерген. Өзгерген. Бүгін міне 7-8 сыныптың тамашалауымен Отырар деген Мұхтар Шахановтың шығармасы бойынша біз қойылым тамашаладық. Бұл әрине тарихи қойылым. Біздің тарихымыз бүгін оқушылар соны көрсете білді деп ойлаймын. Біздің тарихымызды көз алдымыздан жүргізіп өтті десек те болады. Балалар, рахмет сендерге көп-көп. Бүгін өздерінің жетекшілерін Жұлдыз апай мен Айғаным апайға да рахмет. Сендерін дайындап, әрқайсының өзіне роль тағайындап, сол рольдің бәрін өздерінің сеніммен атқарды деп есептейміз. Рахмет сендерге. Шығармашылықтарың ары қарай да өрлей берсін, биіктен көріне беріңдер. Жыл соңына тағы бір қойылым дайындайды деп сендерге сенім білдіреміз. Рахмет. Сіздерге де табыс. Құрметті көрермендер, уақыттарыңызды қиып келгендеріңізге баршаларыңызға рахмет. Оқушылар, сіздердің талаптарыңызға нұр жаусын, биік белестерден көріне беріңіздер.